Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге қолдың майын былғайтын боламыз. Ол үшін өзімізге үлкен ыңғайлы табағымызды алып аламыз. Ол пластмасса болсын, темір болсын, әйнек болсын бара береді. Главный үлкен болғаны дұрыс. Себебі қаймағымыз сыртына шығып бізге кедергі келтіруі мүмкін. Келесі кезекте қаймағымызды табағымызға салып араластыра бастаймыз. Мен бұл жерде темір қасықпен араластырдым. Сіздер ағаш қасықпен, немесе қолмен, немесе миксермен, или блендермен араластырсаңыздар да болады. Өзіңізге қалай ыңғайлы, қолыңызда не бар, сонымен жасай берсеңіз болады. Бұл жерде менде 2 килограммдай қаймақ болды. Жақсылап араластырамыз. Темір қасықпен араластырып жатырмын. Сағат тілімен осылай жұқарғанша, жұмсарғанша осылай араластыра бастаймыз. Көріп отырғаныңыздай майымыз кішкене жібіп жатыр. Сіздерге барлығын көрсету үшін осылай видеоны қимай, кішкене скорость қосып барлығын түсірдім. Соңына дейін көруге кеңес беремін. Бұл жерде майды қолмен былғап жатырмын. Сіздер де осылай жасасаңыздар болады. Яғни еттің нанын тестісін илеп жатырамыз ғой, 5 бармақтың. Сондай сияқты қатты қылып осылай бассаңыздар тоже жақсы май болып түсуіне көмектеседі. Енді сіздерге майдың пайдасы туралы айта кетейін. Май бірінші кезекте жылудың қайнар көзі болып табылады екен. Майдың бұл қасиеті әсіресе суық кезеңде пайдалы. Әрине сары май калориялығы өте жоғары. Мысалға 100 грамм майда 730 калория болады екен. Оған қоса майлары ағзаға оңайлықпен сіңеді. Бірақ сары майдың бұл қасиеттерін де өзіміздің пайдамызға асыруға болады. Мысалға таңғы ас құрамында дәстүрлі нан мен май бутерброды өте орынды екен. Бұл тіпті арықтап жүрген қыздарға да артық болмайды. Себебі 30 граммнан артық емес май сіздің салмағыңызға еш әсер етпейді екен. Сонымен қатар майдың ми жұмысына да әсері болады екен. Ол сүттің майлары адам ағзасындағы жасушалар алмасу үшін өте маңызды екен. Бұндай қосылыстар әсіресе мида көп. Сары майдан толықтай бас тарту ми жұмысындағы қиындықтарға әкелуі мүмкін екен. Сонымен қатар сәуірдің майы дегенді естіген шығарсыздар. Көктем мезгілінде сәуір айларында, май айларында жаңадан шөп шығып жатады ғой. Сол кезде мал өріске шыққан кезде сол шөп ең құнарлы болғандықтан біздің осы сәуірдің майы да құнарлылығы жоғары болады екен, жаздағы, күздегі майға қарағанда. Ал мен қазір былғап жатырған майым күздің майы. Енді бұл май президент майлары бар ғой, қымбат 82% деп айтып жатады. Сол майдан артық болмаса кем емес, дәмі одан да күшті деп айтсам болады. Майды сіздер тұз қоспай, тұщы қылып та пайдалануға болады. Өзіңіздің еркіңізде. Мен мысалға ащы майды ұнатамын. Сол үшін де осы майға тұзды көбірек қостым. Не көріп отырғаныңыздай майымыз қоюланып, іртік болып, кішкене суы шығып жатырған кезі, көріп отырғаныңыздай суы жайлап шығып жатыр. Және де айта кететін жайт, ол қаймақты май қылар алдында қаймақтың температурасы
салқын температурада болу керек. Ал жылы болып қаймағымыз жылы болып тұрса, ыстық жерде тұрса, онда майымыз түспей қалуы мүмкін. Сол май күйінде, сұйық күйінде қалып кетеді кейде. Сондықтан қаймақты салқын кезінде былғағанымыз дұрыс. Міне осындай майымыз бөлініп шықты судан, және де бөлікке алып, менде 3 бөлік шықты. Жақсылап суынан ажыратып, қатты қылып сығып, осындай дөңгелек пішінді май шықты. Менде осындай дөңгелекпен 3 штугы шықты. Және де артында осындай майдың суы қалды. Бұл суды бауырсаққа қосып жіберуге де болады. Өте дәмді шығады бауырсақ. Одан кейін қатты салқын суды алып, ішіне тұзды салып, мен 2 қасық тұз салдым. 2 ас қасық тұзды жақсылап ерітіп, одан кейін майымызды осылай салып, тұзды сіңгенше жақсылап араластырып, тұзды майды ұнатам дедім ғой енді. Сол үшін де тұзын көбірек салып, жақсылап тұзы сіңгенше осылай араластырдым. Және де мен осындай пищевой пленканы досканың үстіне арнайы жайып, осылай бөліктерге бөліп, өзіме тіліп алуға ыңғайлы етіп, жақсылап 2 жағын орап, осындай форма шығарып алдым. Осындай формадан менде видеода көріп отырғаныңыздай 3 штук шықты. Как раз осындай ыссы нан пісіп жатыр екен. Осылай майымды қатырып алғаннан кейін дәмін көрейін деп қарап түсірген видеом болды. Өте дәмді шықты. Бәріңізге жасауға кеңес беремін.